Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Бүгін сіздермен бірге домашний печенье пісіреміз. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылып қоңыраушаны баса кетіңіз. Ең алдымен жұмыртқаларды қосамыз. Оның үстіне 10 грамм қамыр қопсқышын қосып араластырамыз. Сосын 250 грамм қантты бір шетінен қосып, бір шетінен араластырамыз. Ал енді 250 мл сүтті қосып араластырамыз. Екі 200 грамм ерітілген сары майды қосамыз. Жақсылап араластырылғаннан кейін 800 грамм ұнды бір шетінен қосып, бір шетінен араластырамыз. Қамырдың пішіні осындай болуы керек. Сосын 20 минутқа тындырасыз. 20 минуттан кейін саусақтарымызбен жұқа етіп жайып аламыз. Сосын оқтаумен теп-тегіс етіп тегістейміз. Арнайы қалыппен бәрін бірдей етіп кесіп аламыз. Сосын бетіне қант жапсырамыз. Егер арнайы қалыптарыңыз болмаса, осындай домалақ стаканмен кесіп алсаңыздар да болады. Ол да әдемі болып шығады. Асқан қамырды тағы да иілеп, жайып қалыппен кесіп алсаңыз болады. Бәрінің бетіне қант жапсырып дайындап алдық. Енді оны пеште 180 градуста 15 минут пісіреміз. Міне біздің печеньеміз дайын болды. Жасауға әдісі сонда оңай. Видео ұнатса лайк басып, каналға жазыла кетіңіз.